Ассалаумағалейкум автокөлік сүйер қауым. Бүгін 10 наурыз 2024 жыл. Көліктің бағасын білуге келдік. Базар жанып тұр. Көліктер өте көп. Бүгінгі күні. Mitsubishi 2002 жылғы 2,5 литр автомат 2 миллион 700. Mitsubishi Galant. Сыртқы қаңқа көрінісі жылтырлап тұр. Орташа деп айтса болады. Салоны жақсы таза. Бүгін әдеттегідей емес. Ескі көліктер өте көп. Әдетте шығарын жасап жүрген кезде көліктер аз болатын. Бірақ нан қарасаңыз өте көп ескі көліктер толық қапты. Mazda 1989 жылғы 1 миллион 100 механика, 2 объем. Сыртқы жағдайы орташа. Краскасы раптормен боялған. Матовый раптор бояуы. Audi 100 2.3 90 жылғы 750 мыңға берем дейді. Сыртқы жағдайы орташа. Орташа деген кезде орташадан төмен деп санаса да болады. Мына жағында сәл кішкене мыжылған екен. Subaru Outback. Жағдайы орташа. Орын жоқ болып тұр дейді Subaru. Жалпы салонын қарап жүрсек болады. Тоже подогрев бәрі бар. Тоже подогрев дейді, бәрі бар. Ішкі әлемі жақсы. Неше сұрап отырсыз? Көреміз негізі шарым деп тұр ма? Шарым ба? Қай жылғы? 2002 жылғы 3,5 сұрап отыр. 2,5 родной краска дейді. Toyota Mark II. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. 94 жылғы 2,5 автомат 2 миллион 900 сұрап отыр. Mark II негізі өте жақсы көлік. Ішкі әлемі опцияларға бай. Панельде кнопкалар көп. жағдайы жақсы ішінің.
алды жағынан жақсы. Рахмет. Nissan Zafira. жылғы ABM2 2700 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы орташа. Орташадан төмен деп айтса да болады, кішкене мына жақтарына косметикалық жұмыстар жасау керек болады екен. Универсал. Есігі жабық екен, өкінішке орай ішін қарай алмаймыз, бірақ іші салонның терезеден қараған кезде таза болып тұр. Жақсы. Volkswagen Golf 1 біріншісі 89 жылғы 1.8 механика 1 миллион 100 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы орташа. Салоны велюр. Ішкі әлемі таза. Өзінің жылына өте жақсы сақталған деп ойлаймын. Subaru Legacy универсал 1996 жылғы 2.5 автомат 2 миллион 700 келісім бар деп тұр. Сыртқы состояниясы орташа. Legacy Grand Wagon дейді. Toyota RAV4 97 жылғы 3 миллион 500 сұрап жатыр, 2 объем автомат дейді. Ішкі әлемі велюр. Опциялары мынандай екен. Жалпы таза. Toyota Vista 94 жылғы автомат 2 объем. Салоны велюр 2 миллион 400 мың деп тұр. Сыртқы жағдайы орташа. Көлік базарынан Вистаны көре бермейсің күніге. Subaru Impreza. Сыртқы жағдайы жақсы. Бағасын бірақ көрсетпепті. Мына жақта тағы да бір Subaru тұр. Ол да бағасын көрсетпеген екен. Мынау да Subaru. Сыртқы жағдайы жақсы, бірақ бағасын көрсетпепті. Олар келісіп алған ба? Бағаларын көрсетпей жатыр ғой. Тағы да бір Subaru тұр екен, Legacy. Келісіп алып тұрған сияқты ғой бұлардың бір жерде. Бағасы жоқ. Toyota Camry. екі мың үшінші жылғы 2.4 автомат 3 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы
орташадан төмен деп айтса болады, кішкене косметикалық жұмыстар жасау керек екен. Бояп дегендей, қисықтарын түзеп дегендей. Құрметті автосүйер қауым, каналды қолдап, лайк басып, подписка жасап, комментарий тастап кетіңіздер. Honda Odyssey 2001 жылғы 4 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы орташа. Салоны велюр. Жалпы таза, іші бәрі жақсы. Мына жақта тағы да Honda Odyssey тұр екен. 2002 жылғы 4 миллион 600 сұрап отыр. Егілеш автомат. Сыртқы қаңқасы орташа. Орташадан жақсы деп айтса да болады. Америкалық автокөлік тұр. Jeep Cherokee. Газ, бензин. 4 миллион 500 сұрап жатыр. Срочно дейді. Объемы 2. Объемы 4. 99 жылғы. Сыртқы жағдайы орташа. Бұл көліктердің табиғаты жақсы, бензинді искемейді, ішеді. Жалпы американдық көліктердің бәрінің табиғаттары жақсы, бензинді көп жейді. Opel 98 жылғы 1.8 автомат 1 миллион 800 сұрап тұр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Ішкі әлемі таза. Бірақ опциямен қуантпайды. Мына көлік Kia Optimus 2006 жылғы. Объемы автомат 5 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы. Кожаный салон. Ішкі әлемі опцияға бай. Kia Opirus екен, Optimus деп қоямын мен жағына. Түсіріп айтқаныңыз. Таза былғардан қапталған, салоны жақсы өте. Таза. Audi A6. жылғы 3.2 бензин автомат. Велюр. 4 дөңгелегі тарқалды екен. Бізде бәрі бар деп тұр ғой бұл кісі. Бұл көлік бізде бәрі бар деп тұр. Сыртқы жағдайы жақсы.
Nissan Almera. 2008 жылғы 1.6 автомат, 3.500.000 деп тұр. Салон велюр. Қаңқасының жағдайы орташа. Мына тағы да бір американдық көлік. Ford Focus. 2014 жылғы 1.6 408 миллион сұрап жатыр. Автомат. Сыртқы жағдайы көліктің жақсы. Hyundai Clip 2003 жылғы 1.3 автомат. 3.500.000 сұрап тұр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Hyundai Getz-тің үлкені болса керек. Ravon R4 2017 жылғы механика 4 миллион сұрап тұр. Срочно сатам дейді. Сыртқы жағдайы орташа. Кобальттың кузовында ғой, Ravon. Ішкі әлемін көре алмаймыз, өкінішке орай есігі жабық екен. Chevrolet Nexia 2020 жылғы дейді, механика 3.900.000, газ, бензин. Сыртқы жағдайы жақсы. Lexus GS 300. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. жылға 6.100.000 сұрап жатыр. Hyundai Accent 2004 жылғы 1.6 5.300.000 сұрап жатыр. Коробкасы автомат. Сыртқы жағдайы жақсы. Toyota Alphard 2007 жылғы 3 литр бензин. Коробка 8,5 миллион. 8,5 миллион. Жағдайы қалай? Жағдайы қалай? Жағдай зың ғой. Жағдайы зың дейді. Ішкі салонын көріп жіберейік. Ішкі әлемі. Капитандық сиденье, капитандық. Салон бәрі. Жатады, аяғы ашылады. Кожный салон. Жайылады. 8,5 миллион. Міне. Қазақстанда жүрмеген, таксовать етілмеген. Әні бәрін айтып жатыр. Дұрыс па? Якудза айдаған Японияда. Якудза айдаған дейді әні. Жігіттер, если что номері бар, хабарласыңыздар. Фамилиясы Покасика Сенанам. Кожный салон, шағы. Но не істейтін нәрсе ме? Пауынт бермес ме? Байлар отырады, шейхтар тасыйсың. Соларын аласың да. Бізге севенеме олар алып кетесің. Олар жоқ алып болса, алып адаммен. Chevrolet Cruze 2012 жылғы 1.8 автомат. 3.900.000 сұрап жатыр.
Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Алейкум. Ішкі әлем опцияларға бай, таза былғары, кожа. Тағы да бір американдық көлік Dodge. 2007 жылғы 4 миллион 700 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Dodge Caliber дейді. 4 дөңгелегі де тартады. Toyota Estima 2002 жылғы шабьон бензин автомат 5 миллион 550 мың сұрап жатыр. Газ бар екен. Сыртқы жағдайы орташа. Lexus GS 350 2007 жылғы 3.5 автомат 8 миллион сұрап тұр. Сыртқы жағдайы жақсы. Ішкі салоны велюр. Таза жақсы.